Қайырлы күн достар, бүгін оңай әрі тез екі-ақ ингредиенттен дайын болатын түскі асты қалай жасау керек екенін көрсететін боламыз. Қызған майымызға алдын ала дайындалған фрикаделькаларымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Әбден суы тартылып болғаннан кейін бір дана пиязымызды қосып, жұмсарғанша пиязымызды қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылып біткеннен кейін бір ас қасық томатымызды 100 мл суға араластырып, үстіне құямыз. Суымыз 5 минут қайнағып болғаннан кейін дәмдеуіштерімізді қосып, сонымен қатар 2 ас қасық ұн қосасыздар. 7-10 минут қайнатасыздар, сол кезде қоюлана түседі. 7-10 минуттан кейін асымыз дайын болатын болады. Гарниріне қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен макаронды суға пісіріп алдым. Міне түскі асымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Өте тез әрі дәмді болып пісетін осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Айгүл Сәкеновна.